Еркінбек Халиуллин облыстық жедел жәрдем ауруханасына 17 шілде күні кеште санавиациямен жеткізілген болатын. Дәрігерлер дереу оны жансақтау бөліміне орналастырды. Астанадан арнайы мамандар шақыртылды. Облыстық жедел жәрдем ауруханасының дәрігерлері елордалық әріптестерімен ақылдаса отырып әрекет етті. Алайда 26 жастағы жігіттің ағзасы күйікпен күресе алмады. Кеше таңда біз тағы да ақылдасып республиканың жедел жәрдем ауруханасымен сол жігітті не болса да Астанаға апарамыз деп сондай ой болды. Бірақ оның қиын жағдайы ана қолқасы күйген ыстылеппен. Соған байланысты дем жағдайы қиын болды. Сондықтан оны әуеге көтеруге болмайтын болды. Сосын бөтекесіне әсер етті. Мана денесінде күйген еттің жаңағы уы денеге қайтып сіңеді. Соған байланысты біз оны жібере алмадық. Вернал Ойл Қазақстан жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшылығы әуел бастан жұмысшысын Орынборға кетуге тырысты, бірақ тікұшақтың халықаралық рейске шығатын рұқсаты болмай шықты. Денесінің 85% күйіп қалған жігітті Астанаға тасымалдау да мүмкін болған жоқ. Қазір облыстық жедел жәрдем ауруханасында Қандыағаш қаласындағы мұнай өңдеу зауытында болған жарылыстан зардап шеккен тағы бір жұмысшысы ем алып жатыр. 28 жастағы жігіттің денесінің 40% күйік шалған. Бірінші жігіттің жағдайы қазір жаман емес, ауырлау орташа. Ол қазір бөлімшеде, қасында анасы бар, ем қабылдап жатыр. Үшінші адамның денесінің 10-12% күйік шалған. Ол Мұғалжар аудандық ауруханасында ем қабылдап жатыр. Естеріңізде болса, 16 шілде күні Қандыағаш қаласындағы мұнай өңдеу зауытында ішінде мұнай қалдықтары бар резервуар жарылып, Вернал Ойл Қазақстан жауапкершілігі серіктестігінің 4 жұмысшысы зардап шекті. 5000 текше метрлік сыйымдылықтағы резервуардан шыққан өрт 380 шаршы метр аумақты шарпыған. Өрт сөндірушілер жалынның жайылуына жол берген жоқ. Зауытта өрттің шығу себебін анықтауға арнайы құрылған комиссия кірісті. Алдын ала мәлімет бойынша жұмысшылар ыдысты мұнай қалдығынан тазартып жатқан. Айман Болатқызы, Алексей Оразов, тәулік.